Саламатсыздар ма, YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздермен таңғы ас немесе аяқ астынан қонақ келгенде оп-оңай дайындауға болатын екі түрлі тағам дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі тек қана қатпарлы дайын қамыр, бұл жерде пияз, қызыл бұрыш, тұз ғана керек. Үйде қатпарлы қамыр әрдайым тұрады, сондықтан да кез келген уақытта дайын ас болады. Ол пиязымызды майдалап, жақсылап турап аламыз. Сөйтіп дәміне қарай тұзын, қызыл бұрышты қосып, салмасын дайындап, шетке шығарып қоямыз. Сөйтіп қамырмен айналысатын боламыз біз. Міне осылай дайындап, шетке қойып қоямыз. Енді қамырымызбен айналысамыз. Бұл қатпарлы қамыр 3 бөліктен тұрады. Осының бір бөлігінен жұқа етіп жайып, арасына дайындап қойған пиязымызды сеуіп, рулет жасайтын боламыз. Мына екі қамырды шетке шығарып қоя тұрамыз қазір. Міне осылай өте жұқа етіп жайып алатын боламыз. Арасына начинкамызды салып, салмамызды рулет етіп орап, мұздатқышқа 1-20 минутқа қойып қоямыз. Қаттылау болған жақсы, рулет біркелкі әдемі кесілетін болады. Дәл осы түрдан гөрі жұмсақ болып тұрғаннан мұздатқыштан шыққаннан кейін кесілуі өте оңай болады. Бастарын біріктіріп аламыз, ажырап кетпес үшін. Бұны ыдысқа ыңғайлы болу үшін ыдысымызға ортасынан бір бөліп, ыдысқа салып қойып қоямыз. Сонан соң 20 минуттан кейін алып, жұқалау етіп, жіңішкелеу етіп, рулетке бөлеміз, рулеттерге, бөлшектерге. Осыны табамызға жайғастырамыз. Осылай. Бәрін бір келте етіп жайғастырып, онға дөңгелек пішінге келтіріп қоямыз. Бұл қаттама пияздық қатпарлы нанға ұқсайды. Өте қытырлақ, мини болып көреді. Шайға өте керемет. Міне бәрін осылай кесіп аламыз, осылай жайғастырып, үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Бір керке етіп. Бұны қызып тұрған духовкада 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Біз енді оған деуірі екінші қалған қамырменен жұмыс істейтін боламыз. Бұны қалыңшалау етіп жаямыз осылай.
Бұны кәдімгі бауырсақ қылып пісіреміз. Қатпарлы, керемет, қытырлаған бауырсақ болып шығады. Өте тойымды, өте дәмді ас болады. Бауырсақ үйлеуге уақытыңыз болмаған жағдайда осы дайын қамырдан істеуіңізге болады. Духовкадағы рулеткамыз піскенше бұны табада пісіріп алатын боламыз, майға қуырып. Өзі көтеріліп, арасы қатпар-қатпар болып, керемет болып піседі. Бұны орташа отта пісіру керек. Қатты отта пісетін болса, бұл көтерілмей қалады. Жай отта майды сорып тұрып қалады, сондықтан да орташа өзінің бабымен пісіру керек. Міне біздің бауырсақтарымыз да дайын бола бастады. Міне духовкадағы рулеткамыз да пісті. Міне керемет кітірлеген бауырсағымыз, рулеткамыз, қатпарлы рулеткамыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар.